Assalamu alaikum. Аса қадірлі, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бұл видеода уайым мен қорқынышты кетіретін, жүрекке тыныштық сыйлайтын Алланың бір көркем есімі туралы білесіз. Осы есімді жүрекпен айтып, Аллаға шынайы сенген адам уайымнан арылады, сабыр мен тыныштық табады. Көркем есім, Ассалам, тыныштық пен амандық иесі. Ол барлық бейбітшілік пен тыныштықтың бастауы. Осы есімді жиі айт. Я Ассалам уа, тыныштық иесі. Маған жүрек тыныштығын нәсіп ет. Бұл есім, Ассалам. Мағынасы тыныштықтың иесі, кемшіліктен пәк тұлға. Егер сен уайымдап, жүрегің тыныштық таппай жүрсе, Алланың осы есімін жиі қайтала. Я Ассалам деп айт. Өйткені шынайы тыныштық Алладан ғана келеді. Құран мен хадиспен байланыс. Құранда айтылады. Ол Аллах, одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол патша, киелі, тыныштық иесі, Ассалам. Хашр сүресі, 23 аят. Пайғамбарымыз, да әр намаздан кейін. Аллахумма әнтәссалам, уә минка әссалам деп дұға ететін. Уайым Алланы еске алмаған жүректе ғана көбейеді. Ал сен Алланың есімін еске алсаң, жүрегің тынышталады. Я Ассалам деп жиі айт. Алла саған бейбітшілік, сабыр және жүрек тыныштығын нәсіп етсін. Ассалам есімін қанша рет айту ұсынылады. Дәстүрлі зікір кітаптарында және ғұламалар айтқан нұсқаларда былай делінеді. 131 рет Я Ассалам деп айту күніне, әсіресе таңертең немесе кешке. Бұл жүрек тыныштығын, уайым мен қорқыныштан арылуды, рухани амандықты береді. Намаздан кейін. Пайғамбарымыз намаздан соң. Аллахумма әнтәссалам, уә минка әссалам, тәбәрәкта я зал жәләли уәл икрам. Мағынасы, уа Алла, сен тыныштық иесің, тыныштық сенен келеді, ұлылық пен игілік иесі, сен берекелісің. Түнде ұйықтар алдында 33 рет Я Ассалам деп айту жан тыныштығын, қорқынышсыз ұйқыны нәсіп етеді. Уайым, мазасыздық кезінде кез келген уақытта айтуға болады, бастысы, шынайы сеніммен жүрекпен айту. Осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып, жақындарыңа тарат.